Сәлем достар, сіздермен бірге мен бүгін тілеген, бүгін челлендж түсіретін боламыз. Менің қасымда Ырысбек. Сәлем достар, сіздермен бірге мен тілеген, тағы да бүгін біз 24 сағат бір бөлмеде деген челлендж түсіретін боламыз. Видеоның фонынан ақ білген шығарсыздар. Міне, біз осылай челлендж түсіреміз. Бірінші біз неден бастаймыз? Міне, кішкене толық бөлмеге обзор жасап кетейік. Бұл мына жақта біздің жейтін тамақтарымыз тұр. Өзімізге қазір қарнымыз ашпау үшін тамақ қоя салдық. Және де мұнда жоқ. Міне мына жақта бізде үлкен ат мүсіні бар. Және де мына жақта домбыра бар. Міне осындай домбыра бар. Және де телевизор, Wi-Fi, наушниктер, мынадай наушник, зарядка, Type-C зарядка, кәдімгі зарядка дегендей заттар көп. Мына бізде диванымыз, столға біз жасап кетейік. бір сәл жасап жер. Все. Сіздермен бірге содан кейін осы челленджді жалғастырамыз. Достар, біз жалғастырамыз. Ана жақта міне Ырысбек өзі видео түсіріп жүр. Осыдан кейін қазір сіздерге Ырысбек не түсіріп жүргенін көрсететін боламын. Міне бізде мына жерде скейтборд бар. Жақсы заттар бар. Біз 24 сағат бойы осы бөлмеден шықпайтын боламыз. Бұл челлендждер осындай маған қатты ұнайды. Біз әлі алда осындай челлендждердің көбін түсіретін боламыз. Достар, ал сіздермен бірге Ырысбектің не істеп жатқанын көрейік. Достар, біз видеоны жалғастырамыз. Мына жақта кішкене жата тұрайын. Міне Ырысбек өзінің телефонын көріп жатыр. Кішкене демалып жата тұрайын. Достар, сіздерге айта кететін бір әңгіме бар. Осы видеоны до конца көретін жандарға шын жүректен алғыс айтамын. Және де көріп отырған әрбір адам маған тіркеліп лайк басып кетсінші. Және де тұрған колокольникті тік етіп басып жібересіздер ғой. Достар, осылайша бізде түнге де жақындап қалды. Сіздермен бірге болған мен Қасен тілеген. Сау болыңыздар. Осымен біздің челлендж аяқталады.